Сәлем бәріне, бүгін сендер Еркек Лайф каналындасыңдар. Бүгінгі тақырыпта біз балалар немесе студенттер, жігіттер әсіресе, жас жігіттер, жастары 18-20 жас аралығы, 15-20, енді 14 пен 20 жас аралығындағы жігіттер қыздармен қалай танысу керектігі. Негізі сендерге айтарым, жас балалар, сендер жігіттер, қыздар сендерде негізі көп, сендер жассыңдар. Көбісі бірақ үлкенше мән бермейді қызбен танысу туралы. Өйткені өздерін жас деп санайды да, ұялып жүре береді. Сабақтарын оқып, сол балалармен ойнап, қағастап деген сияқты. Сол қателік негізі. Жас шақта қыздармен таныса біліңдер, көп сөйлесіңдер. Мектепте болсын, колледжде болсын, университетте болсын, ол жақта қыздар толып жатыр. Босқа уақыттарын өлтірмеңдер. Негізі сол 13-14 жастан бастап таныса берген дұрыс. Өйткені ол жақта опыт жиналады, бәрі жиналады. Егер сен мектеп оқитын студент болсаң, немесе колледж оқитын бала болсаң, онда сен осы сайтқа, каналға дұрыс келдің. Біріншіден, сендер мысалы мектепте оқисың, мектепті алайық біз. Мектепте оқисың, сол жерден саған бір қыз ұнап қалды. Қызбен сол қалай танысам деп өзің білмей жүрсің. Қазір мен саған толық үйретемін. Ең бастысы, егер ол сен классында болсын, негізі сенің классында қыздар ол оңай, сен солармен күнделікті сөйлесесің, саған қиын емес деп ойлаймын. Екінші, ол классындағы параллельді группа ма, класс па, сол мектептегі қыз ба, басқа қонаққа келген қыз ба, олармен қалай танысу керек? Сен былай істейсің. Барасың, мектепте оқыса есікті тоқылдатасың, сабақ уақытында шақыру керек саған. Қоңырауда емес, қоңырауда у-шу болып оқушылар жүгіреді, ол подружкаларымен кетіп қалады. Ол саған қарамайды да. Сол себептен бүйтесің. Сен мені тыңда, мектеп оқушы деп. Сабақ болып жатады, сен біліп аласың, ол қыз қай кабинетте оқитын. Сосын сабақтан сұранасың. 5 минутке апай шығып келуге бола ма деп. Далаға шығам дейсің да, туалетке ма, бір жаққа дейсің да, шығып кетесің да, коридормен бара жатып, сол қызды біліп аласың, қай жақта оқитын. Сол есікке барасың да, тоқылдатасың, тық. Тоқылдатып, сол қызды шақырып аласың. Апай, анау қызды бір 2 минутке бола ма деп шақырып аласың да, сол қыз шығады. Қыз шыққаннан кейін айтасың. Сәуле, Аида, Айдана, аты кім білмеймін ғой. Аты, любой аты айтасың, оның аты да болады. Айдана, Сәуле, Мақпал, сен маған ұнап қалдың, сенің номеріңді берші дейсің да. Сосын номерін сұрайсың, номерін береді саған. Ол мектеп оқыса, ол саған 100% беру керек. Номерін аласың, сосын айтасың, кешке мен саған звондайын дейсің. Сабақ бітеді, кешке звондайсың, бір сабақ кетердің алдында. Привет, сен қайдасың дейсің. Сол мектепте мысалы жүрсе, шығып бараса, күте тұр, бірге барамыз дейді. Даладан күтіп аласың ба, коридордан күтіп аласың ба, соны күтіп аласың әйтеуір. Сосын бірге негізі бөлек жеке бір үй жаққа дейін ба, шығарып саласың ба, мектеп автобусқа дейін ба, бірақ қызықтыру керексің ол қызды. Қызықтырып, тоқтамай сөйлеп, сенде 2 минут болады сол кезде қызықтыруға сол қызды. Тоқтамай сөйлейсің, қызықтырасың, қызықты темалар айту керексің. Немен хобби ма, немен қызығасың, сондай мақсатты нелер.
еш уақытта нені айтпа, анау жұмыс туралы айтпа, сабақ туралы айтпа. Сабақта оның басы да шіріп жатқан шығар негізі қыздың. Ол туралы айтпа, тек қана сен жайлы, ол жайлы, арасындағы болашақ мақсат, путешествие ма, серуендеу, сондай қай уақытта демаласың, бір жаққа бармадық па, там киноға ма, көбінесе киноға шақыр. Вот кинода қызықтың бәрі жатыр. Кинода сендер екеулерің барасыңдар, кино болып жатқан кезде онда ол ары қарай өзің бәрін көресің ғой. Сол попкорн, кола ұстап алып, сол қызбен кинода отырғанда уже бәрі белгілі болады. Сол бір-екі киноға барасың, бір-екі неге барасың, сосын уже енді тұрақты отношение кетеді да. Солай, сен мектеп оқысаң, студент болсаң, сол сендер негізі қыздардың арасындасыңдар, сендерге танысу өте оңай. Және жақындаған кезде, мысалы сен танымайтын қыз болса, 3-4 секунд аралығында танысу керексің. Оған дейін таныспасаңдар, сендерде іштерінде таныспау режимі ашылады. Сондықтан сендер танысамай қаласыңдар. Сондықтан жігіттер, мектеп, колледж, универ оқитындар, қорықпай жақындаймыз, танысамыз, номерін аламыз, киноға шақырамыз. Ең бастысы кино. Басқа жерге керек емес, анау кафеге, неге, там мегацентрлерге керек емес негізі. Ол жерде адам көп, сендерді тыңдамайды олар. Сендер дұрыс сөйлесе алмайсыңдар. Вот кинода дұрыс, кинода құшақтасып отырасыңдар, өйткені сендер жақын отырасыңдар кинода. Кино көресің, оған қарайсың, кино көресің, оған қарайсың. Қызық болады. Театр, кино, сондай жерлерге бару керек көбінесе. Сол жігіттер, келесі видеода ересектерге арналған видео болады. Ол видеода үлкен кісілер қалай танысады. Ол танысулармен тек қана интернет туралы ғана айта аламын. Өйткені үлкен кісілерге далада танысу ыңғайсыз да ол. Біртүрлі негізі үлкендер далада көп жүрмейді ғой, сол үшін оларға арнап интернет желісі арқылы қалай танысу туралы толығырақ үйретіп беремін. Жарайды жігіттер, саламат болыңыздар. Тағы видеолар талай болады. Көріскенше.